өзім жайына жасым 35-те шығыс Тибет медицинасымен 10 жылдан аса уақытта айналысам. Бұл медицина түрін мен Қытайда бітіріп келгем. Қазіргі таңда 5000-ға жуық адамдарға ем көрсеттім. Соңғы жылдары өз білген білімдеріммен бөлісудемін. Оның ішінде жөндеу, ине салу, қолау, от массажы, гуаша, жаңа ем түрін. Менің пайдасы омыртқа аурулары, остеохондроз, грыжа, ұйқысыздық ауруларына ем. От массажы денедегі суықты айдайды, зат алмасуға жақсы. Гуаша сіздің қан айналымыңызды жақсартады. Жаңа ем түрі әйелдер ауруы мен простатит ауруына өте пайдалы. Үйренем деген қыз-келіншектерге төменде Instagram парақшамды қалдырамын. Айрин каналынан келген қыз-келіншектерге жеңілдік жасап беремін. Жақсы, сау болыңыз. Жайна ханым Қытайдың тумасы, Қытайда осы шығыс Тибет медицинасын үйреніп келген. Қазіргі таңда жаңа өзі айтпақшы 5000-ға жуық адамға ем көрсеткен. Әлі де көрсетуде. Адресі Сарыағаш қаласында. Барып ем көрсетемін, ем үйренемін. Болмаса емдейтін адамдарыңыз болса, барсаңыздар менің атымнан скидка міндетті түрде болады. Және де өзінің емдеу техникасы бар. Өзінің емдеу техникасы арқылы сіздерді шөп дәрілермен дәрісіз емдейді. Оның үстіне бұл ем түрі, кейбір ем түрлері әлі Қазақстанда жоқ, аппараттармен емдейді. Баста сіздердің ауруларыңызды біліп алу үшін бір аппараты бар. Ол аппаратын сіздер қолдарыңызға ұстап отырып диагноз шығарады. Ол жерде сіздердің бүкіл денелеріңізді қандай аурулар барын нақты көрсетіп береді. Содан кейін сол ауруларға байланысты ол өзінің сол емдеуі қысқан жерлерде қан айналымына шақырып жиналады. Медицина білімі бар қыз-келіншектер барып үйренсеңіздер болады. Себебі қазіргі таңда Жайна ханымның өзіндік техникаларын тек қана бірең сараң оқушы ғана біледі. Табыс табамын, табысымды арттырамын деген қыз-келіншектер болатын болса, міндетті түрде барсаңыздар болады. Сондай-ақ жақында бір ем түрі келді. Ол женский органдарға өте күшті, өте керемет әсерін тигізеді. Даже бірінші процедурадан кейінге мықты результат алып кетіп жатқандар бар. Сондықтан ол ем түрі әлі келген жоқ. Ол ем түрі тек қана Қазақстанда, Жайна ханымда ғана бар. Сол ем түрін барып үйренем десеңіздер де, сол ем түрін үйрететін болады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеңіздер. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге арнап мен осы видеоны бастан аяқ Сарыағаш қаласына барып түсіріп келдім. Көріп, тамашалап, лайк басып, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар.